Алашордашылардың да кәділгідей басы бар, бірақ торғайдың миындай миы жоқ екен дедім. Бұл қазақтың алғашқы киносы Амангелді биографиялық фильмінің сахнасының үзіндісі. Фильм Кеңес одағының Ленфильм студиясының тапсырысымен түсірілді. Ленин нағыз батыр-ау. Ленин мықты адам ғой. Сәті түсіп Ленинді көре қалсаң, сәлем айт. Патшаны құлаттым деп мәз болады. Ал Лениннің кім екенін білмейді. Лениннің соңынан еріп, біз де шығайық. Ол кім болды екен? Мүмкін Ленин болар. Сол кездегі Кеңес одағының пропагандасы, Алаш партиясын жаман қылып көрсету. Фильм шыққан уақытта, яғни 1938 жылы, бір жыл алдын 1937 жылдары Алаш партиясы репрессияға ұшырап атылған еді. Екі қазақ даласының батырлары Амангелді Иманов пен Алаш зиялыларының арасына іріткі салу. Алашордашылар арамыз іріткі салып жүрсіңдер. Еңбекшілер достығын, орыс пен қазақ достығын бұзып тас талқан еттік. Алаш партиясының образын қу, сатқын, қарапайым халыққа көмектеспейтін қылып көрсеткен. Ал сіз қалай ойлайсыз? Алаштықтар Амангелді Имановты сатқан ба?